Жаңа Жетісу тұрғын үй кешені Алматы қаласының әуезов ғимараттары 9 бен 12 қабат аралығында. Сәулеттік келбеті заманауи стильде орындалған. Ашық және жылы түстердің үйлесімі, тік сызықтар мен жинақы балкондарды үйлесім көрініс береді. Мұндай шешім үйлерге тартымдылық пен жайлылық сыйлайды. Ауласы толықтай жабық әрі абаттандырылған. Мұнда балалар мен спорт алаңдары, демалыс аймақтары мен серуен жолдары бар. Бұл кеңістік отбасылар мен балалар үшін қауіпсіз әрі жайлы орта қалыптастырады. Пәтерлердің түрлері әртүрлі. Бір бөлмелі пәтерден бастап кең 4 бөлмелі пәтерге дейін бар. Төбенің биіктігі шамамен 2 метр 70 сантиметр. Пәтерлер қара әрлеуде тапсырылады, яғни әр тұрғын өз қалауынша жөндеу жасап, үйін ерекшете алады. Кешен маңында мектептер, балабақшалар, дүкендер және қоғамдық көлік аялдамалары орналасқан. Бұл тұрғындардың өмірін барынша қолайлы әлі ыңғайлы етеді. Алматы қаласындағы жаңа Жетісу тұрғын үй кешені заманауи технологиялармен салынған сапалы әрі сенімді тұрғын үй. Бұл кешенде ең басты конструктивтік шешім монолитті темірбетон қаңқалы жүйе. Мұндай жүйе ғимараттың беріктігін арттырып, сейсмикалық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар пәтерлердің ішкі жоспарлауын еркін өзгертуге мүмкіндік береді. Ғимараттың іргетасы монолитті темірбетон плита. Бұл шешім топырақтың қозғалысын теңестіреді және ғимараттың ұзақ уақыт бойы мықтылық тұруын жағдай жасайды. Фасадтардың жылу мен дыбыс оқшаулайтын, энергия үнемдейтін материалдар қолданылған. Сондықтан тұрғындар қыста жылы, жазда салқын үйде өмір сүреді. Кешеннің барлық инженерлік жүйелері заманауи стандартқа сай. Мұнда шу деңгейі төмен, энергияны аз тұтынатын жолаушылар мен жүк лифттері, тиімді жылыту және желдету жүйелері орнатылған. Аула астындағы жерасты автотұрағы орналасқан. Онда арнайы гидрооқшаулау мен желдету жүйелері аңғалды. Жиналуына жол бермейді. Барлық үйлер бейнебақылау және өрт қауіпсіздігі жүйелерімен жабдықталған. Бұл тұрғындардың қауіпсіздігі мен тыныштығын қамтамасыз етеді. Жаңа Жетісу. Бұл заманауи құрылыс кешендері сапа мен жайлылық үйлескен тұрғын кеңістік. Осындай технологиялармен салынған үй жай ғана баспана емес, өмір сүруге арналған сенімді мекен. Ауданда тыныш әрі жайлы Жетісу бір шағын ауданда орналасқан. Бұл заманауи технологиямен салынған BI Group компаниясының сапалы жобаларының бірі. Кешен Қазақстан қонақ үйі Алматы қаласының ең танымал ғимараттарының бірі. Кеңестік модернизм дәуірінің сәулет өнеріндегі ең ерекше туындысы. 1970 жылы салынған бұл нысан тек қонақ үй ғана емес, бүкіл қаланың рухы мен мақтанышының символына айналды. Ғимараттың биіктігі 26 қабат, шамамен 102 метр. Ол ұзақ жылдар бойы Қазақстандағы ең биік ғимарат болып келді. Жобаның сәулетшілері Юрий Ратушный, Евгений Кузьмин және Леонид Ас. Инженерлік шеберлікті ұлттық нақышпен үйлестіре білген. Құрылыстың конструкциялық жүйесі темірбетон қаңқасы, ортасында сейсмикалық тұрақтылықты қамтамасыз ететін қуатты өзек орналасқан. Ғимарат 9 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алады. Бұл сол дәуірдегі инженерлік жаңалықтың айқын дәлелі. Қонақ үйдің ішіні гүлдеп тұрған қызғалдаққа ұқсайды. Бұл бейне Қазақстанның мәдениеті мен табиғи сұлулығын бейнелейді. Фасадтың толқын тәрізді сызықтар мен тік ырғақ ғимаратқа ерекше әсемдік береді. Есентай Тауэр, Алматы қаласының ең заманауи және беделді ғимараттарының бірі. Бұл биік мұнара қаланың жаңа іскерлік орталығы саналатын Есентай парк кешенінің құрамына орналасқан. Ол тек кеңсе ғимараты емес, мегаполистің заманауи келбетін бейнелейтін сәулет туындысы. Ғимараттың биіктігі шамамен 162 метр, 38 қабаттан тұрады. Ол Қазақстандағы ең биік бизнес мұнаралардың бірі болып есептеледі. Жобаны ағылшын сәулет бюросы Сон Скидмор Оуингс Мерил дайындаған. Солардың авторлығымен әлемдегі әйгілі ғимараттары Дубайдағы Бурдж Халифа мен Чикагодағы Уиллс Тауэр салынған. Есентай Тауэр жоғарғы технология мен минимализмнің үйлесімі. Фасадында мөлдір шыны мен металл панельдер қолданылған. Олар ғимаратқа жеңілдік пен айқын вертикалдық ритм береді. Күн сәулесі түскен сайын мұнараның беті түрлі реңмен ойнап, қаланың панорамасына ерекше әсер береді. Ғимараттың конструкциялық жүйесі болат және темірбетон қаңқасы. Ол сейсмикалық қауіпсіздік талаптарына сай жасалған. Ішкі кеңістіктер ашық жоспарланған, табиғи жарық мол, жұмыс пен демалысқа жайлы жағдай жасалған. Есентай Тауэр тек архитектуралық нысан емес, ол қазіргі Алматының даму мен инновациясының символы. Бұл ғимарат Қазақстан сәулет өнерінің жаңа деңгейге көтерілгендігін айқындайды. Биік талғамды мінсіз үйлесімге ұластырған Есентай Тауэр қала аспанының сызығын айқындайтын заманауи белгіге айналған. Видеообзор площадки Алматы театра, который, несмотря на достаточно неплохую архитектуру, занял не самое лучшее место расположения.
Вот здание, которое по задумке архитектора должно было поддерживать конфигурацию гор, их форму. Но, на мой взгляд, наиболее привлекательным является подход контраста. Когда на фоне гор, угловатых и естественных, мы видим достаточно округлые, изогнутые формы, которые Фою тұрғын үй кешені Алматы қаласының жаңа сәулеттік бағыттағы көрнекті жобаларының бірі. Бұл нысан заманауи қалалық өмір салтын ыңғайлылық пен стильді үйлестіретін ерекше кеңістік болып табылады. Кешеннің сәулеттік шешімі минимализм мен функционалдықты негізге алған. Ғимараттардың биік әрі үйлесімді көлемдері қаланың заманауи келбетімен үндесіп тұр. Фасадта шыны мен металл, сондай-ақ табиғи түсті композитті панельдер қолданылған. Кешеннің құрылымдық жүйесі монолитті темірбетон қаңқасы. Ол сейсмикалық тұрақтылық пен ұзақ мерзімді қамтамасыз етеді. Қауіпсіздік пен жайлылықты қамтамасыз ету үшін заманауи инженерлік жүйелер орнатылған. Фою тұрғын үй кешені бұл жай ғана баспана емес, бұл қаланың жаңа өмір философиясын бейнелейтін сәулет нысаны. Мұнда эстетика мен технология, табиғилық пен урбанизм үйлесім тапқан. Бүгінгі таңда Фою Алматының заманауи архитектурасының айқын көрінісі. Әл-Фараби 27 тұрғын үй кешені Алматының ең көрікті көшелерінің бірінде орналасқан. Заманауи сәулет өнері мен қалалық өмір салтының үйлесімін көрсететін ерекше жоба. Кешеннің орналасқан жері Әл-Фараби даңғылы, қаланың басты магистральдарының бірі. Тауға бағытталған әсем көрінісімен ерекшеленеді. Бұл орын тыныштық пен орталық өмірдің ыңғайлығын бірдей ұстанады. Сәулеттік шешім заманауи минимализмге негізделген. Фасадта жылтыр шыны панельдері мен табиғи түсті композиттік панельдер қолданылған. Ол ғимаратқа жеңіл әрі әсем көрініс береді. Тік сызықтар мен ғимаратқа үйлесім мен биіктік әсерін береді. Кешеннің құрылымдық жүйесі монолитті темірбетон қаңқасы. Ол жоғарғы сейсмикалық төзімділік пен ұзақ мерзімді беріктікке ие. Ішкі жоспарлау кең әрі функционалды. Панорамалық терезелер, биік төбелер және табиғи жарыққа толы бөлмелер. Барлығы тұрғысынан өмір сапасын арттыру үшін ойластырылған. Әл-Фараби 27 бұл тек тұрғын үй емес, қаланың заманауи келбетін қалыптастыратын сәулеттік акцент. Бүгінде Әл-Фараби 27 Алматыдағы жаңа буын тұрғын үйлерінің жақын өкілі. Бұл ғимарат элеганттық технология мен жайқалықтың үйлесімдіктің белгісі. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры Қазақстандағы ең көне және ең ірі драма театрларының бірі. Ол 1926 жылы Қызылорда қаласының қазақ тұңғыш кәсіби театр ретінде ашылған, кейін Алматы қаласына көшірілген. Театрға ұлы жазушы-драматург Мұхтар Әуезовтің есімі берілген. Мұнда оның Айман-Шолпан, Қаракөз, Еңлік Кебек, Абай сияқты әйгілі пьесалары сахналанған. Сонымен қатар классикалық және заманауи қазақ шетел драматургының шығармалары қойылады. Ғимараттың қазіргі сәулеті ерекше. Ол 1982 жылы салынған және ұлттық нақыштағы сәндік элементтермен безендірілген. Театрда дарынды актерлар труппасы жұмыс істейді. Олардың арасында Қазақстанның халық артистері мен еңбек сіңірген қайраткерлері бар. Бүгінде Мұхтар Әуезов театры қазақ мәдениетінің басты ордаларының бірі, ұлттық өнер мен сахна мәдениетін дамытатын маңызды орталық. Төбе мұнарасы немесе Алматы телемұнарасы Алматы қаласының ең биік және танымал нысандарының бірі. Ол Көктөбе тауының етегінде, теңіз деңгейінен шамамен 1100 метр биіктікте орналасқан. Телемұнара 1975-1983 жылдары салынған. Оның жалпы биіктігі 375 метр. Бұл оны орталық Азиядағы ең биік телемұнаралардың біріне айналдырады. Мұнара сейсмикалық тұрғыдан өте берік, ол 10 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алады. Вознесенский соборы Алматы қаласындағы ең көрікті әрі көне ғимараттардың бірі. Ол 1904-1907 жылдары белгілі архитектор Андрей Зенковтың жобасымен түгелдей ағаштан салынған. Ғимараттың биіктігі шамамен 54 метр және ол жер сілкінісіне төзімді етіп жасалған. Сондықтан да бұл собор ағаштан тұрғызылған ең биік және ең берік құрылыстардың бірі болып саналады. Собор Верный қаласы кезінде қазіргі Алматыда салынған. Кеңес дәуірінде діни қызмет тоқтатылып, ғимарат музей ретінде пайдаланылған. Тек 1990 жылдары ғана шіркеу өз қызметін қайта жалғастырды. Қазір Вознесен соборы Алматыдағы маңызды діни және тарихи орталық. Мұнда православтық діни қызметтер өткізіліп, жексенбілік мектеп, кітапхана және икон жазу шеберханасы жұмыс істейді. Ғимарат өзінің ерекше архитектурасымен және бай тарихымен қала тұрғындары мен туристердің сүйікті нысанына айналған.
Нархоз университеті Қазақстандағы экономика, бизнес және менеджмент саласындағы жетекші жоғары оқу орындарының бірі. Ол 1963 жылы құрылған және Алматы қаласында орналасқан. Университет алғашында Алматы халық шаруашылығы институты деген атпен аталған. Кейін ол экономика және құқық академиясы, содан соң Нархоз университеті деп аталды. Бүгінгі Нархоз университетінде экономика, қаржы, маркетинг, құқық, менеджмент, IT және әлеуметтік ғылымдар бағыттары бойынша білім беріледі. Университет халық стандарттарға сай жұмыс жасайды. Шетелдік оқу орындарымен